Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қадірлі жерлестер, аяулы абай елі, құрметті қала қонақтары. Баршаңызды жаңару мен жақсылықтың, береке мен бірліктің бастауы болған ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекет басшысы бабаларымыз ежелгі заманнан бері ұлыс күнін жыл басы ретінде атап өткен. Қазір әз Наурыз күллі халыққа ортақ, жалпыұлттық мерекеге айналды. Оны ұлтына, дініне қарамастан барша жұртымыз ерекше күтеді, бірге атап өтеді деп айтқандай, Наурыз барша қазақстандықтардың сүйікті мейрамы. Ол халқымыздың болмысы мен дүниетанымын, бірлігі мен татулығын айшықтайтын, адамзатқа ортақ ізгілік құндылықтарын дәріптейтін ерекше күн. Бұл күннің халық өміріндегі мәнін Хакім Абай, ол күнде Наурыз жазғытұры мейрам болып, Наурызнама деп тамаша қылады екен, сол күнде ұлыстың ұлы күні дейді екен деп айқындап берген. Арасында да ұлыстың ұлы күні ежелден халқымыз үшін жаңа жылдың, жаңарудың, жаңғырудың белгісі. Бұл күнді өкпе назды ұмытып, араздасқанды табыстырып, қайырымдылық жасап, үлкендерден бата алып, елдің тұтастығын нығайта түскен.